Сәлем достар. Бүгін мынадай өте оңай, өте жеңіл тоқылатын цепочканы көрсететін боламын. Ол үшін бізге бисер керек, ине, жіп қажет. Ал кеттік онда. Инемізге 3 бисер өткізіп аламыз. Оны жібіміздің ұшына дейін алып келеміз. Жіптің ұшына жақын тұрған бірінші бисерімізден өткіземіз инемізді. Сонда бізде мынадай 3 бұрыш пайда болу қажет. 3 бисерден 3 бұрыш пайда болады мұны. Жіп шығып тұрған бисердің жанындағы бисерден өткізіп аламыз. Енді әрдайым 2 бисерден алып отыратын боламыз. 2 бисер жіп астыңғы жағынан шығып тұр, үстіңгі жағынан қарама-қарсы жақтан өткізетін боламыз. Тағы бір 3 бұрыш пайда болды мұны. Жібіміз ортасында. Жіпке жақын тұрған бисерден өткізіп аламыз. Тағы да 2 бисер. Жібіміз жоғар жағында, біз бисердің төменгі жағынан шығаратын боламыз. Міне 3 бұрыш. Жақын тұрған бисерден өткіземіз. 2 бисер. Жақын бисер. Тағы 2 бисер. Жіп шығып тұрған бисердің қарама-қарсы жағынан міне. Тағы мұны дәл осылай өзімізге керек ұзынды пайда болғанша тоқып кете береміз. 1, 2. Бисерімнен өткізбеппін. 1, 2. Жіп астыңғы жағында, астыңғы жағынан. Жақын бисер. Видеом ұнап жатса сіздерге лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып кетіңіздер. Ой пікірлеріңізді комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Мен әлбетте жауап беретін боламын. Дәл осылай өздеріңізге қажетті ұзындықты тоқи бересіздер. Істеріңізге сәттілік.